Алейкум достар, менің сүйкімді де және де әдемі көрермендерім. Бүгін менің каналыма жаңадан видео шықты. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркелгеннен кейін осы видеоға löpүліңді басып кет. Менің атым Макс. Мен досым бар еді. Анам менің күнде жұмысқа кетеді. Күнде түнге қарай мен үйде қалатынмын. Bir күні түннің бір түнінде, күннің өртөнүндө мен тана тезереге бардым да тезерени ашып карасам бір адам тұр екен. Түрі өте қорқынышты, қолына пышақ ұстаған, көзі маған тым көрінбейді. Қолында пышақ қайралған. Маған көзімен қарады да, мен одан қатты қорқтым. Ол өте қорқынышты. Ей, сен кімсің? Әйтпесе мен саған полиция шақырам дедім. Бірақ ол қорықпай тұра берді. Мен бәрібір сені өлтіремін. Мен ешкімнен қорықпаймын деді. Ал мен қорқып кетіп полицияға звондадым. Қарасам ол жоқ болып шықты. Есіктен оның кіріп бара жатқан дыбысын естідім. Мен өте қорқып, және де өте қатты дірілдедім. Қолыма дубинкамды алып қорғап тұрдым. Оның баспалдақтан келе жатқан дыбысын естідім. Ол өте қорқынышты. Мен сені бәрібір де жеймін деді. Сол кезде полициялар келіп қалып. Мен өте қатты қорқтым. Ол мені өлтіруге асыққандай болды. Мен сені бәрібір өлтірем дедім. Сол кезде полициялар келіп оны алды. Оны полициялар ұстап алды. Ол екеуін де құлатып қатты ашуланып кетті. Ей, қозғалма, әйтпесе атамыз деді. Ал ол қорықпады. Екеуін жүгіріп құлатып тастады. Ал мен бөлмеме кіріп есікті жауып қалған кезде ол есікті сындырып тастады. Мен қатты қорықтым. Тіпті далаға шығып кетуге де дайынмын. Оны бір полицей аяғынан атып жіберді. Оны полицейлер алып кетті. Ол бірақ шыдағанынан тезерені сындырып қашып кетті. Адамдар оны көп іздеді. Полицейлер оның артынан қуды. Ал мен үйде жалғыз қалдым. Сол кезден бері содан кейін ол адамды мен 4 ай көрмедім. Бірақ мен ол адамның қайтып келетініне сенемін.